Әбділда Тәжібаев атындағы Қызылорда облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 26 сәуір мен 26 қараша аралығында мемлекеттік қызметкерлер арасында жылдың үздік оқырман атты байқау ұйымдастырып отыр. Осы байқаудың қатысушысы мен Таңжан Жұбатқан, Қазалы аудандық мәдениет бөлімінің мемлекеттік қызметкерімін. Қазалы аудандық орталық кітапхананың бала кезден тұрақты оқырманымын. Бала кезден ертегі әңгімелерді осы іргелі орында, іргелі мекемеде бойымызға сіңіріп оқып шықтық. Содан бергі кітапқа деген қызығушылығымыз оянып, бүгінгі таңы сол қызығушылығымыздың арқасында талай кітаптарды оқып келеміз. Бүгінгі таңда көптеген қазақтың жазушылары, әлемдік жазушылардың кітаптарынан сусындап өсіп келе жатқан жайымыз бар. Қазіргі таңда аудандық кітапхананың жұмысы қарқынды даму үстінде. 2020 жыл ашылған коворкинг орталығы жастардың емін-еркін кітап оқуына жағдай жасаса, 2021 жыл парасат жолы орталығы ашылып, барша оқырманды адалдыққа, парасаттылыққа шақырып тұрғандай, кез келген іс-шараны жоғары деңгейде өткізіп, қалың оқырманның кітапқа деген қызығушылығын арттырып, қызмет қылатын ауданымызда осындай кітапханамыз барына мен өз басым қуаныштымын. Кітап ең сабырлы ұстаз. Жалпы кітап құндылық. Бұл адамды көбірек ойға жетелейді. Албырт сезімді тежеуге, ішкі ойлау күшімізді арттыруға себеп болады. Кітап дос, жұбатушы әрі ақылыңа ақыл қосып, үнсіз тәрбиелейтін құрал. Сондықтан жазушы Шерхан Мұртаза мәдениеттің мәйегі кітап деген сөзбен үнсіз келісемін. Кітапхана қоғам мәдениетінің көрінісі, қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін кітапханашы мамандығы туралы бір ауыз сөзбен жеткізу мүмкін емес. Кітапханашы оқырманның сұрағын кітабын тауып беру ғана емес, көптеген маңызды жұмыстардың көшбасшысына айналды. Бүгінгі заманға сай күнделікті ақпарат ағынының оқырманға жеткізуші, кітапхананың бай қорын сақтаушы, насихаттаушы түрлі шаралар мен әдеби кештер ұйымдастырушы, Қазақстанда ресми түрде бекітілген атаулы күндер мен белгілі жазушылардың, ғалымдардың мерейтойларына арналып тақырыпты көрмелер ұйымдастырушы, әр оқырманның талап тілегіне сай бағдар беруші, кітап пен кітапхананы ұлттық құндылығы мен оқырман арасын жалғастырушы да осы кітапханашылар. Қазалы аудандық орталық кітапхананы оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің барша қызметкерлеріне осы бөлімнің меңгерушісі Зоя Мұстафаеваға және кітапханашыларды осы салада 30 жылдан аса қызмет атқарып келе жатқан Бибігүл Күзембаеваға, жас кітапханашылар Мейрамкүл Ағыбергеноваға, Айнұр Әбілтаеваға, Ақгүл Назароваға сынды кітапханашыларға алғыс білдіргім келеді. Кез келген мәліметті іздеп кітапхана есігін ашып қалсам, осы қызметкерлер барын салып толы ақпаратпен қанағаттандырады. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлауында тыйылар едік деген Ғабит Мүсірепов. Сондықтан ұлттық құндылығымыз кітапхананы, кітапты дәріптеп биікке көтерейік. Барша қатысушыларға сәттілік тілеймін.